келіп соның шайын ішуіміз керек қой, жаңа бала туғаннан кейін. 40 күніңді күтпесең, ертең ешкім сені сыйламайды. Біз ауру іздемейміз, біз скрининг жасаймыз, алдын аламыз. Айналайын, біздің қатар баландар шалымен сон салып, одан кейін қалғандар келеді. Жауапкершілікті ата-аналар әдемілеп алып дәрігер мойнына іліп қояды да. Ананың ойы баланы ғарышқа да апарады, онкологияға да апарады. Ырымның да ырымы болады ау. Біз сөйтіп өзіміз өскенбіз, ештеңе етпейді, басқалар да өсе береді дейді. Ашық әңгіме. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен? Біз бүгін алдағы 1 сағатты бала денсаулығына арнамақпыз. Әр ата-ана үшін баланың денсаулығынан артық маңызды дүние жоқ. Ал экран алдына жайғасқан әр көрермен үшін бұл ең өзекті тақырып. Бүгін бәріміздің көкейімізде жүрген сұрақтарға жауап беруші, дәлелді және интегративті медицина қызметкері, бала дәрігері, педиатр маман, Астана қаласындағы Балдырған медициналық орталығының негізін қалаушысы Сейдалиева Ғалия Батыржанқызы. Негізі бала денсаулығына көңіл бөлуді қай уақыттан бастау керек? Жалпы әйел адам құрсағында сәби бар кезінде, жүктілік кезінде бала денсаулығы туралы ойлай бастауы керек па? Өте өзекті мәселе. Себебі бізде қазақтардың бір көзқарасы бала біткеннен кейін, ішке ананың жатырына біткеннен кейін, содан кейін біз ойланамыз. Негізі біз жүктілікті жоспарлауымыз керек, сонда ғана дені сау бала болады. Себебі бізде қазақтарда немесе осы тмд елдеріндегі халықтың ұғымы баланы ішке біткеннен кейін, жатырға біткеннен кейін ары қарай тәрбиелеуді ойлайды, ары қарай баланың денсаулығы, өзінің денсаулығын ойлай бастайды. Ал баланың оның денсаулығы ол оған дейін басталатынын түсінбейді. Себебі ата-ананың денсаулығы 50%-дан баланың денсаулығы құралады. Егер ана жүктілікке дейінгі кезеңде бір қандайды бір аурулар болса, немесе кез келген ауру, әкесінде ауру болса, оның барлығы генетикамен беріледі. Сондықтан барлығын жүктілікке дейінгі кезеңде ойланған жөн. Яғни 1-1,5 жыл бұрын дайындалу керек, бастау керек. Бізде ондай кішкене түсінік жоқ қой, бізде үйленеді, бала көтере салу керек деп есептейді. Ал сіздің сонда айтар кеңесіңіз жас келіншектерге, жас отбасын құрған жастарға алдын ала дайындалыңыздар деп, Негізі отбасы құрғанға дейінді бір қаралған жөн. Себебі ол адам, біз тек қана жалпы сырт келбетін ғана жақсы көріп, сонымен жанұя құрап жатамыз. Оның арғы денсаулығын қарамаймыз. Мүмкін ол ер адамның немесе ол әйел адамның да бір басқа да бір аурулар бар шығар, білінбей жүрген немесе жылдап емдеп жүрген. Шетелдегі мәселе мына Америка елдерінде, Европа елдерінде неліктен 40-50-ге таман баланы туатынын біз есептеуіміз керек. Неліктен бізде қазақта сіз айтқандай үйлене салып, бірден 1-2 айда жүкті болмаса, осы келіннің бір жері ауру деп ойлай бастаймыз. Ол мүмкін жастар өздері үшін тұратынын, олар өзара бір-бірін сезіне білуін, бір-бірін ұғына білуін ойлауын емес, олар бізде бірден баланы күтеміз. Шетелдегідей мүмкін алдын ала ойланып, мен денсаулығымды тексерейін, жастардың денсаулығын тексерейін деп, жастар көбіне ойланбауы мүмкін, бірақ соны ойландыруға алып келетін ата-ана бар. Яғни өмірді көрген, өмірлік тәжірибесі бар, осы 2 жасты бір тексерейік деп айтатын сол кісілер. Сондықтан мүмкіндік болса, үйленгенге дейін бір чекап деген қазір жақсы болды ғой, кез келген клиникаларда бар чекап десең, анализде тапсырасын, УЗИде өтесің, барлығын бір скрининг сияқты бір өткізіп алса, сонда бізде деп сол ауруларды алдын алып, немесе емдеп, содан кейін ғана жүктілікке дайындалса деген ой бар. Мүмкіндік болса. Яғни жүктіліктің алдында кәдімгідей бүкіл дәрігерлерге барып, мамандарға көрсетіліп, емдейтін түсінді, емдеп дегенде, жас аналар әсіресе көрсететін нәрсесін көрсетіп, сосын кейін барып жүктілік туралы ойлану керек. Әрине, мен соған келісер едім. Егер мүмкін болса, біздің қазақтар соған келсек, бізде ондай аурулар көбеймес пе еді. Яғни біз көбіне ойланбай, сауатсыз жүктілікке, менде солай болып қалды Құдайдың бергені деп, сөйтіп туғаннан көп аурудың болуы мүмкін деп айтасыз ғой, Бірақ бізде қазақта бар ғой,
бір қозы толса бір шөп артық шығады деген сол ұғыммен жүреміз да. Ол қозы бөлек, адам бөлек екенін біз түсінбейміз. Сондықтан адам ол машина емес, ол бір қозы емес. Ол адам, біз екі үлкен адам қосылған кезде, одан бала біткен кезде, ары қарай оны біз өмір бақи бағып қағып, тек қана киіндіру немесе білім беру емес, денсаулықтан бастайтынын біз алдын ала есептеуіміз керек. Сондықтан содан бастаса. Иә, дәл осы тұрғыда жүктілік туралы сөйлесіп жатыр екенбіз. Бірінен кейін бірі қайта жаңағы фабрика сияқты туатын келіншектер бар ғой, енді 5 жылда 5-ін туып тастайды, сосын кейін демаламын деп айтатын. Сол қаншалықты дұрыс? Алғашқы баласына жарайды, анасы бүкіл дәрумендерін берді дейік, баласын өзінің ішіндегі резерв дейді, әкесінің резервін бәрін берді. Ал одан кейінгі 3-ші, 4-ші балаларға жете ме, ол жетпей ме? Енді дәл қазіргі таңда, мәселен, өзім дәрігер болып жұмыс істеймін. Әлі күнге шейін бізде мәселен клиника бар, сол клиникада өзімде основатель болсам да, өзімде әлі күнге шейін қабылдаймын. Бір баладан кейін 1-2 жылдың көлемінде, немесе 1 жылда 2 бала туып келетін бізде қыз келіншектер болады. Бірінші балаға бүкіл ресурсты ұрық алып қояды. Ары қарай балаларға ресурс жетпейді. Әйелде дайындалмайды. Әйелде осы балаға ұрыққа кері әсер етеді ау, осы балама туып алдым ғой, емізе берейін, бұған ішуге болмайды ау деп, өзі ішпей бүкіл дәрумендер баласына беріп, бүкіл тамақты береді да, өзі ресурсы азая береді. Өзінің ішіндегі, ол тек қана энергия емес, ішіндегі ненің бәрі төмендей бастайды. Сол кезде әйел, бізде қазақта қалай, туа бер, ішінен кетпейді, туа бер, оған да бір несібем жетеді дейді, бірақ оған әйелдің ресурс жетпейді. Содан кейін жылдыға әр баланың денсаулығы төмендей береді. Одан кейін айтады, мен ана бірінші балама прививка салмадым да, одан кейін ол балада ешқандай ауру жоқ. Ол балаға бүкіл ресурсын берген түсінбейді. 4-5-ке немесе 2-3-ке уже ресурс жетпейді, барады да прививка салады. Мәселен, или там бір жерлерге бір дәрілерді береді, дәрігерлерге қаралады, айтады, осы дәрігер бірдеңе істеп қойды ау, бір артық дәрігер беріп қойды ау деп ойлайды. Ол әйелдің, ер адамның ресурсын жетіспегенін түсінбейді. Түсінікті ғой. Яғни біз біреуді көре білеміз да, ал өзіміз жақтан неге бұл балаға менен шықты ғой бұл бала, 50% мен бердім, әкесі берді, мүмкін біз жақтан ау деген ойланбаймыз да, біз біреуді көре береміз. Сондықтан мүмкіндік болса, әрине, әйел адамға айтамыз, арасы жақын болса да, сіз тудыңыз ба, әлде жүктісіз ба, дәрумендер іше беру керек, тоқтатпау керек. Неліктен? Себебі қазіргі таңдағы тағамдардың құрамы бөлек. 10 жылғы, 15 жыл бұрын, 50 жылғы бұрынғы тағамдардың құрамы бөлек. Қазір балаларды жевательный навык дейді. Шайнау навык төмен. Себебі біз балаға береміз да, пюраны беріп қойымыз. Қазір өзіңіз көшеде көріп жүрсіз. Тамақ береміз. Бала деп сорып жүреді. Бұрындар ондай болған жоқ қой. Бұрындар не беріп қоятын? Сүйек беріп қоятын, мүжі деп. Ол шайнаған сайын жақтың жақсаруын, иектерін жақсаруын, сөздік қорының көбеюіне әсер етеді. Балаларға біз сорып отырамыз, немесе қазір бутылкаларда рахат болды ғой, сорып отырамыз. Бірақ ол жевательный мышцаларға жақсы болғанмен, ары қарайда нелердің кішіреуіне алып келеді, жақтың. И бала жылдан жылға сөздің сөйлеуі азая бастайды. Және стоматологиялық ортодонттардың бәрін айтатыны осы балалардың сүйектерін жағы қазір қатты дамымайды, сондықтан олардың барлығында тістердің қисықтығы бар, брекеті бар дегендей, сондай неше түрлі мәселелер болады, иә? Ол брекетке алып келетін болсақ, ол тағы да басқа мәселе бар. Ең біріншісі осанка. Бәрімізде былай ғой қазір телефонның барлығы. Осанка, омыртқа жотасы, ол бірінші кез келген аурулардың бірінші көрінісі. Бас ауырды ма жас өспірімде ең бірінші телефонды алып тасташы 2 аптаға. Алда далаға 2 апта, 2-3 сағатқа серуендетіп кеш, баланың осанкасы дұрыстай басталады. Жас балалар кафеге барасыз, немесе кез келген жерде барасыз. Кеше ғана өзім көрдім. Баланы коляскамен теріп барады, 1 жасқа толмаған бала. Мамасы телефон беріп қойған. Ол бала қалай істейді? Мінекей басталды. Ода да басқа да омыртқа жотасын. Қазір көп балаларды аяқтарын неге қисық ішке қарай басады? Мінекей оның барлығы содан басталады. Біздің жай ғана телефондық өміріміз соған да байланысты. Міне қазір біз жаңағы жүктілік туралы сөйлестік, иә? Жүктіліктен кейінгі шақ енді баланы дүниеге алып келді, дейік, бауырына басты. Одан кейін
1 мен 3 жасқа дейін бала бақшаға дейінгі кезең басталады. Осы уақытта жас аналар балаларға қалай қарау керек денсаулығына? Жалпы қанша рет педиатрларға алып келу керек, қандай мамандарға көрсетілу керек? Көп жас аналар енді қазір біле бермейді ғой. Дәрігерлер де кейде тәптіштеп, дұрыстап түсіндіре бермейді. Сол туралы толығырақ айтсаңыз. Өте жақсы сұрақ, себебі практикада көп көреміз, 1-2 ай келгеннен кейін жоқ болып кетеді. Негізі бала туылды ма, алғашқы 40 күнде неонатолог дәрігер қадағалайды, немесе оны бала роддомнан шыққаннан бастап 3-ші күні шығуы мүмкін, 5-ші күні шығуы мүмкін. Сол күні шыққан күні уже поликлиникаға патронаж сияқты кетеді. Осы адресте, осы үйде нәресте туылды дейді. Және де мәселен сол адресте маған тиесілі болса, мен сол балаға ертеңгісіне баруым керек. Немесе 1 сутканың ішінде 1 тәуліктің көлемінде баруым керек. 1 тәуліктің көлемінде барамын, баланы толыққанды қараймын, ол 3-ші, 4-ші, 5-ші күн болуы мүмкін, барамын. Одан кейін әр апта сайын, яғни 1 айдың көлемінде 2 рет педиатр, 2 рет медсестра. Медсестра болмаса, 1 айдың көлемінде дәрігер өзі бара береді. Яғни 28-ші күнге дейін баланың апта сайын дәрігер барып тұрады. Медсестра екеуі алмасып отырады. Сол кезде біз не қараймыз? Баланы сарғыштан қараймыз, физикалық даму, эмоционалды даму қараймыз. Анасына бүкіл үйдің несін айтамыз, параметрлерін айтамыз. Үйде бізде қазақта қалай туылды ма, бүкіл әулет шулап келеміз ғой. Той-тойлап, келін тұралып жатыр ма, тұра алмай жатыр ма, еміз алып жатыр. Онда жұмысымыз жоқ қой біздің. Біз келіп сол үйдің шайын ішуіміз керек қой, бала туылғаннан кейін. Ол дұрыс емес. Соның барлығын түсіндіріп отыратын. Әйелге қамқорлық жасалып жатыр ма, соны тексересіздер, иә? Ол жоқ бізде қазақта жоқ. Мен айтатыным әйелдерге, мүмкін өзім де айтам ғой, блогта да айтамын, және де мынау өзіме туып келген жас аналарға да айтамын. 40 күн өзіңді күт. 40 күніңді күтпесең, ертең ешкім сені сыйламайды. 40 күннен кейін сенің денсаулығың шайқатыла бастайды. 40 күн сен жатуың керек, демалуың керек. Ана мен балаңды сезіне білуің керек. Сол уақытта сен ана мен бала екеуі бір-бірін сезінсе, алғашқы 40 күн Алла мүмкіндік береді ары қарай баланың денсаулығын жасауға. Егер бізде не істейді? Ана өзі түсінбей жатыр, балада ауыра бастайды, одан кейін ауруханалардан шықпайды. Сондықтан алғашқы 40 күн әйел өзі күткен жөн. Сол периодта және сол алғашқы 1 айда педиатр сол үшін де келеді. Одан кейін 1 жасқа шейін айма-ай бар педиатрға бар, поликлиникаға немесе өздеріңіз клиникаларға бір тіркелсеңіз, сол жерде айма-ай барып қаралып отыру керек. Яғни 1-ші айдан бастап әр 3 квартал сайын біз узкий специалисттер дейді, хирург, ортопед, невропатолог, сол мамандар қарап отыру керек. Біздің протоколда Қазақстанның әр 6 айда 1 рет қана көрілетін специалисттер бар. Мен өз кезегімде айтам, балада ай сайын өзгереді. Мүмкіндік болса, 3 айда 1 рет невролог маманы, 3 айда 1 рет хирург, ортопедтерге көрінген жөн. Біз ауру іздемейміз, біз скрининг жасаймыз, алдын аламыз. Солай 1 жасқа шейін қаралады. Одан кейін 1 жастан ары қарай 3 айда 1 рет, одан кейін жарты жылда 1 рет, 3 жастан кейін уже жылына 1 рет қаралып отырады. Солай әр педиатр да қаралады, және жылына 1 рет узкий специалисттер қарап отырады. Жаңа айтқан мамандарға қаралған сайын алдын ала балада бір өзгерістер болып жатса, денсаулығында немесе бір оқаулықтар болып жатса, соны байқауға болады, Әрине. Дәл қазіргі таңда бізде диагностика күшейді. Диагностика деген мәселен аутизм ауру қазір. Оны күнделікті жұмыс істеп жүрген дәрігер 3 айында да байқайды. 6 айында да байқайды. Сол үшін айтам, 3 айында, 6 айында, 9 айында, 12 айында невролог маманына бару керек. Ол бір өзгерістер байқай бастайды. Сол кезде ата-анасына айтады, жұмыс жасаймыз. Анасы тек қана үйдің тірлігімен немесе әкесі жұмыс жасамау керек. Келдің ба, бала көңіл бөлу керек, эмоцияны шақыру керек, бала қарап сөйлеу керек, баланы обращаемыз көбейту керек, балаға қарап сөйлеу керек. Сол кездері бала жан-жағына қарап даму жақсара бастайды. Тек қана моторлы даму емес, моторлы деген отыру, тұру, жату, ол ғана емес. Біз тағы психоэмоционалды жағдайын қараймыз. Сондықтан квартал сайын невролог маманына, педиатр маманына ай сайын көрілсе, көп нәрсені біз алдын аламыз. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, аутизм, баланың тілінің кеш шығуы, тежелуі деген сияқты неше түрлі қазір аурулар біздің қоғамда көбейіп кетті. Бұрында ол туралы біз мүлдем білмейтінбіз.
қазір бұл туралы енді ашық айтылып жатыр. Біздің балаларымыз осындай деп кейде жұлдыздар сұхбаттар беріп жатады. Жалпы осылай болып кетудің себебі неде? Неге қазір неше түрлі диагноздардың саны көбейді? Рас деп аталады. Олар мультифакторлы ауру. Оны жағдай деп атауға болады. Оның мынадан болатын себебі деген жоқ. Ол бала ұрық ішке дамыған кезде, енді биологиядан білеміз ғой, клетка 2-ге, 4-ге, 6-ға, 8-ге, 12-ге бөлініп жатқан кезде, сол моментте мүмкін стресс болды әйелде. Мүмкін бір антибиотик, бір дәрімен ішіп қойды, бір дұрыс емес ағзаға. Мүмкін бір ОРВИ болды. Кез келген процесс деление кезде алады, поломка болады. И процесс кетеді. Негізі алғашқы 12 аптада алғашқы ұрық дамыған кезде нерв жүйесі дамиды. Нерв жүйесінен ары қарай басқа органдар дамиды. Сол кезеңде біз даже кейбір әйелдер алғашқы аптасында, бүгін ғана бір әйелден естідім, таңертең 15 аптаға дейін жүкті екенімді білген жоқпын дейді. Алғашқы апталарда әйел қайдан білсін ол жүкті екенін? Сол кезде мәселен болған нәрселерден процесс кетті. Все, оны ешкім тоқтата алмайды. Бала туылғаннан кейін ол аурулар бірден көрінбейді. Бірақ айтып жатырмын ғой, скрининг деген болады. Әр ай сайын дәрігерге келіп көрінеді, немесе 3 айда бір рет невролог маманына көрінеді. Сол кездер бір өзгерістер байқауға болады. Предпосылки дейді бізде. Қарап отырасыз, мамасын айтамыз. Мүмкіндік болса, келесі айда или 3 айда бір рет келіңіз, невролог маман болса. Келесі жол біз қадағалаймыз, бірақ балада эмоция шақырамыз. Баланы күлдіртеміз, баланың несін, көз қарасын қадағалап отырамыз деп айтамыз. Кейбір аналар я кетеді. Кейбір аналар бізде өте жауапкершілігі мол. Менде неліктен ондай? Сіз неге ондай айтып жатырсыз дейді. Біз ол кезде даже диагноз қоя алмаймыз. Бірақ айтамыз, балада керек деп пошагово түсіндіреміз. Сонымен уже келесі жол келгенде анада да балада да жақсы результатмен келеді. Оның себебі білмейміз. Ана баламен жұмыс жасаған кезінде бала әрдайым даму үстінде болады, иә? Иә, тек қана ана емес, әке де болу керек. Отбасы Толығымен, себебі бір анаға бізде жауапкершілікті бере салады бізде қазақтар. Сенің мойныңда мен ақша тауып жатырмын, сен баланың тірлігімен, үйдің тірлігімен отыр дейді. Ол дұрыс емес. Әке рөлі өте үлкен. Себебі таңертең кешке дейін ананы көре береді. Анамен 12 жасқа шейін психоэмоционалды жағдайда несі байланысты болады. Бала ауырып жатыр ма? Біз бірден анасына қараймыз. Сізде қандай стресс болды? Не жағдай болды? Жайлап сұрай бастаймыз. Әрине, ана азаннан кешке дейін үйде отыруы мүмкін, немесе параллельно жұмыс істеуі мүмкін. Сол кездері бәрібір шығады, стресстік жағдайдан бала ауырады. Жиі ауырған сайын біз іздейміз себебін. Кейбір жағдайларда ол анаға байланысты психоэмоционалды, үйдегі жағдайға, үйде перетерка дейді ғой, кез келген. Немесе балада дефицит, немесе басқа жағдай, соған байланысты бәрін іздеп шығамыз. Сондықтан ана ғана емес, әке де болу керек. Бала денсаулығына, яғни жан-жақты қарау керек. Түсінікті. Енді 1 мен 3 жас аралығындағы балаларды айтып өттік. Енді бала бақшаға барайын деп жатқан балалар енді 2-3 жастан басталады ғой. Жалпы 3 жастан деп айтылады, бізде. Бала бақшаға барардың алдында баланы қалай дайындау керек? Оның денсаулығына, өйткені мынандай өтпелі кезең болады ғой, баланы алып келген кезде бала үйренеді, неше түрлі вирустармен танысады, жаңа ортаға кіреді дегендей. Сол баланы иммунитеті жақсы болу үшін қалай дайындау керек? Бірінші сұрағым, екінші сұрағым, осы аралықта екпе кезі басталады, иә? Бұл туралы да айта кетейік. Бірақ бірінші балабақшаға қалай дайындалу керек, соны айтсақ. Балабақшаға дайындалу ол 3 жастан басталмайды. Ол бала туылғаннан басталады. Себебі режим деген болады. Көп ата-аналар режимді сақтамайды. Мәселен, жаңа туылған нәресте 18-20 сағат ұйықтау керек. Қазіргі балалар байқасаңыз, ояу, көздері бақырайып, мамасы ұйықтамайды, баласы ұйықтамайды. Себебі ана мен балада стресстік жағдай. Ол дүниеге келген білмейді. Анада өзін ана екенін әлі түсінбейді. Сол кезеңде, сол үшін айтам, 40 күн ана демалу керек. Выстраивайте режим. Режим болған соң бәрін реттеу керек, иә? Туылғаннан бастап ұйқысын дұрыстаймыз. Бала 1 жасқа толған кезде, 2 жасқа шейін кетіп, 1 жас 8 айға шейін оларда күндіз 2 ұйқы болады. Соны дұрыстауымыз керек. 1 жас 8 айдан кейін 1 ұйқыға ауысады.
бұл уже режим. Таңертең қаншада тұрсаңыз да бәрібір, бірақ түскі уақытта сағат бала 4-5-6 жасқа шейінгі бала 1-2 сағат ұйқы болады. Бала қанша жас кіші болған сайын ұйқысы, түскі ұйқысы ұзақ болады. Және кешкі сағат 9:30-10-да бала түс көру керек. Бізде қазір қалай? Ана 11-12-1-2 кешін жүреміз. Ол дұрыс емес. Яғни бізде ең бірінші режимді ұстаймыз туылғаннан бастап. Екінші мәселе тағамтану. Тағамды дұрыс беру керек. 6 айға шейін бізде ана сүтімен емілді ма, әлде смесь берілді ма? Ол бәрібір. Бірақ 6 ай, 5,5-6,5 айдың ортасында біз прикорм бастаймыз. Қосымша тағам. Соны дұрыс тамақтандырсақ, бала 1 жастан кейін алдыңызға қойған кез келген тамақты алып жейді. Яғни біз баланы тек қана былай емізуден бөлек дұрыс тамақтануды үйретеміз. Бала 3 жаста болса да, 5 жаста болса да, садиктегі бала болса да, үйдегі бала болса да, ол анасы дұрыс тағамтануды дұрыстау керек. Қарның ашты ма, іше тұр, мен мәселен бір кез келген бір болмайтын тамақты, фастфудтарды деп айтсам, соны бермей ыстық тағамымыз дайын тұру керек. Яғни бала балабақшаға барған кезде де сол ыстық тағамға да үйренеді. Садиктің. Келесі мәселе балабақшаға қалай дайындау. Біз әрдайым айтамыз, где-то 5-6 айынан бастап чекап деген біздің клиникада шығардық. Чекап деген бір 7-8 анализ. Самый главный, самый важный дейді, соларды тапсыртамыз. Қазіргі таңда 100 бала келсе 99-ында анемия. Неге? Себебі жүктілікті жоспарламадық. Жүкті болдық па? Болды. Сонымен ұрыққа ассертив қалады болмайды жүге дейді. А ол ұрықта өзі де ресурс кетіп жатқан, макро-микроэлемент керек екен түсінбейді. Өзінің тамақтануы нашар, нахаду дейді ғой. Фастфудтар жеп кетеді, кола-мола ішіп кетеді дегендей. Немесе өзінің таңертең завтрак, мен айтам, маған түскі кешкі тамақ сәл 50% важно, маған таңертеңгі завтрак важно балаға. Белок керек. Сіз өзіңіз не тамақтанасыз деп сұраймын. Нан мен май, қаймақ, шай, сүт пен шай. Белок қайда? Белок деген не дейді маған? Түсінесіз ба? Белок деген ол жұмыртқа, ол балық, ет. Бала жұмыртқа жемей ма? Ол не проблема дейді. Кешегі ыстық тамағыңызды ішінде еті бар тамақты ыстып бер. Ол бізге қазаққа керек. Біз басқа ұлт болсақ, мен түсінем, біздің қазаққа ет керек. Сондықтан белокты тағам береміз. Генетикалық тұрғыдан ет керек. Одан кейін анасы, баласы арқылы анасы өзінің питаниясын, режимін дұрыстай бастайды. И чекапқа келген кезде дефицитарный состояниені біз емдейміз. Мен айтам өзім, сіз әлі дайын емессіз. Барасыз, 2 күннен кейін ауырасыз. Маған керек емес. Сондықтан мынан 1-2 ай емдейміз. Одан кейін келесі келген кезде жақсы результат болса, ойланып көрем деймін. Өзім солай айтам. Анасы құлақ қағып тыңдайтын болса, нақты дәрілерін береді келеді. Сөйтіп мен айтам, дайынсыздар, барасыздар, бірақ 50-50. Солай дайындаймын. Получается, 3-ші этап ол чекап. 4-шісі немаловажный еді, ең басты мәселе далаға шығу, таза ауа жұту. Бізде адамдар, мен де жұмыс істеймін, сіз де жұмыс істейсіз, қаншама халық жұмыс істейді, бірақ мен кешкісін 2 сағат, 3 сағат қанша шаршасам да балалармен шығуға тырысамын. Себебі бала қаншалықты таза ауа жұтып келеді, ағзада оттегі айналым, қан айналым жақсарады, сопротивляемость организмі жақсарады. Иммунитет. Ол иммунитет деген ол бір дәрілерді ішу емес, иммунитет это совокупное дело. Баланың қаншалықты қанның сұйылтуы суға байланысты. Су қаншалықты ішсе, бала қаншалықты қозғалса, соншалықты қан сұйылады. Қан сұйылған жерге вирус, бактерия түсті ма, оны быстро ыдыратып өлтіріп жібереді. Қан қою болған сайын, бала отырған сайын, телефон қараған сайын, су ішпеген сайын қан қоюланады. Енді балотан елестетіңізші, балотаға түскен нәрсе өзімен өзі поражение болып дами бастайды. Тура сол жағдай. Сондықтан таза ауаға шығу міндетті. Қанша қиналса, қыста да нәресте туылды ма 3 күндік, 5 күндік, бізде қазақта 40 күндік күтіп отырамыз. Несін күтесің? 3-5 күні жарты сағатқа шығар, балконға шығар, 1 сағатқа шығар. Жоқ, бізде терезені қымтап жауып тастайды ғой, суық тимесін деп ешкімге. Жауып қою керек. Әжесі өзі суықты сезіп отыр, терезені жап, есікті жап. Ол дұрыс емес. Баланың қаншалықты біз ерте далаға шығарсақ, баланың қарсы тұру көрсеткіші күшейеді. Яғни бізде
чекап, скринингтер ол бір бөлек әлем. Екінші ол үй жағдайында тегін жасалатын нәрселер, тағамтану, режим, су, қыдыру. Басқа ештеңе керек емес. Баланы осылай дайындаймыз, иә? Иә. Жаңағы осы жаста баланы балабақшаға дайындалар алдында екпеге солай көп бөлінетін уақыт. Бізде елімізде діни тұрғыдан әртүрлі көзқарастарға байланысты екпеге қарсы шығып жатқан ата-аналардың саны өте көп. Сіздің жалпы медицина қызметкер ретінде осыған көзқарасыңыз қалай? Негізі екпені кеш салып жатқан ата-аналар болады. Қазір балам ауырып қалды, сала алмаймын деп, немесе біздің еліміздегі екпенің сапасына көңіл толмай шетелге ұшып кететін, шетелде енді ауқатты отбасылар дейік, шетелде жүріп балаларына екпе салатын ата-аналар бар. Осының барлық жағдайға көзқарасыңыз қалай? Бала туылған кезде, іште жатқан кезде, бәріміз ойлаймыз, бір абсолютно стерильный условияда туылды деп. Ол шарана деген болады, сұйықтық болады. Бала туылған кезде ол қоғамға түсті, миллиард нелер бар, вирус, бактерия бар. Даже біз қазір тыныс алып отырмыз, бізде де вирус, бактерия бар. Біздің ағза нейтрализовать ете алады. Жас нәрестеден қайда нейтрализовать етеді? Ол иммунитет 4-5 айынан кейін жұмыс жасалына бастайды. 4 айға шейін ол анасынан иммунитет алады. Анасының екеуінікі аралас болады. Бала туылған кезде ол ең бірінші ауруханада, яғни роддомда екпе салынады. Біріншісі БЦЖ деп аталады. Біз Қазақстан бүкіл әлем бойынша ондықтамыз туберкулездан. Сондықтан БЦЖ салынады. Ол туберкулез кез келген жерден жұқтырылуы мүмкін. Және де екіншісі гепатит, вирусты Б гепатит деп аталады, сон салынады. Сол кезеңнен ары қарай уже ай сайын салына береді. Қазіргі таңда бұрынғы, мен сізге айтайын, 2-3 жыл бұрынғы жағдайға қарағанда қазір көзқарас өзгерді адамдардың. Неге? Көбісі бұрында қарсы болатын. Себебі мен өз ойым, псевдоспециалисттер дейді ғой, мәселен, мен анамын, дәрігер емеспін, бір өзімдегі баладағы болып жатқан жағдайды біреуге айтуым керек. Сөйтемде блог ашам, не ашам, сонымен айтамын. Кез келген жағдай. Яғни ол облыстағы специалист емес, ол айтып жатыр. Және де медицинаға қатысы жоқ, профессор емес, және де оның түбіне дейін оқымаған адамдар көп айтып кетті. Сонымен бізде өтірік ақпарат таратып жатыр ма? Кеңінен тарады. Бірақ нағыз бізде байқасаңыз, көп дәрігерлер блог жүргізеді, бірақ прививка келген кезде біз тормоз береміз. Неге? Себебі бізді хейтят дейді ғой, басып, жаман нәрселер жазып, мемлекет сізге ақша беріп жатыр, сондай ақша. На самом деле мемлекет мен ана жер блог жүріп жатқанын білмейді. Мен ол жерде халық үшін, ол жерде профилактиканы айтып жатқанын білмейді. Ол маған қайдан ақша береді. Сондықтан ол дұрыс емес ақпарат көп кеңінен таралып кеткендіктен қазіргі таңда бізде вакцина управляемый заболевание дейді. Коклюш, кор, мысалы, сол аурулар қатты өршіп кетті былтырлары. Біз тоқтатамадық. Кордың көбісі ойлайды, лучше переболеть, чем прививку поставить. Ол дұрыс емес. Кордың осложнениесі өте қиын. В легкой степени многие ауырады, орташа ауырады, біреулер ауруханада жатты. Бірақ 5-10 жылдың көлеміндегі неврологиялық ауытқуларды байқаймыз. В течение 5-10 лет. Да. Ол балалар прививка алмай ауырған болса, онда сол балалардан біз ондай күтеміз. Енді ойланып көріңіз, ертең 5-10 жылда ол балаларда басқа аурулар пайда бола бастайды. Неврологиялық. Я. Себебі ол кордың вирусы, ол орысша айтады, тропный на эти нервные системы дейді. Сол нерв жүйесіне тұрып қалады. Оны ештеңкемен кетіре алмайсың. Ол ағзада тұрып қалады. Мәселен, коклюш. Қазіргі таңда неліктен ауырып жатыр? Ол 2 айында, 3 айында, 4 айында, 15 айында салынатын прививка. Бала айлы салып үлгерген жоқ, бірақ кешегі туылған бала ауырады. Бізде коллективный иммунитет жоқ, сондықтан көп балалар ауырды. Неліктен енді біреуден көрмей қой, біреулер діни қоғамға көзқарасына байланысты, біреулер ата-аналардың сауатсыздығына байланысты сол немесе жартылай сауат, әр жерден бір ақпараттар оқып алады да, мен балама екпе қоймаймын деп шешеді. Мен 1 жастан кейін салам дейді. Мен айтамын, 1 жасқа шейін баланы
сіз тек қана пәтерде өмір сүріп далаға шықпайсыз ба, қонаққа бармайсыз ба, магазин дүкендерге бармайсыз ба деймін. Барамын дейді. Онда сіз қалай қорғайсыз? Оны ары қарай ойламайды. А иммунитет ол сол дәрілерді, екпені салу арқылы сол ауруларға қарсы тұру көрсеткіші күшейеді. Я мүмкін осы прививкадан кейін осы мысалы көрді салды, бірақ бала ауырды, но у него жеңіл түрде ауырады, бірақ осложнениені күтпейміз біз ол баладан, яғни жеңіл түрде өтеді. А кейбір балаларда әрине ауырғаннан кейін, я имею в виду салғаннан кейін ауырса, әрине біз осложнениені күтіп отырамыз. Сондықтан мүмкіндік болса уақытында салған жөн. Ал уақытында болмай қалса, мысалы мен өзім ана ретінде, мен 5 жасар қызым бар, уақытында салмаған екпелеріміз бар, өйткені ол сол кезде ауырып қалды, біз сол кезде шетелден келдік, иммунитет түсті дегендей, сондай кезеңдерде біз кейінірек саламыз деп педиатрға өзім түсіндіріп, өзіме жауапкершілік алғам. Кейін салсақ қалай болады? Ештеңе етпей ме? Сондай бір денсаулығына байланысты. Ештеңе етпейді. Ең басты сол кезде вспышка болмаса. Айтып жатырмын ғой, коллективный иммунитет болу керек. Коллективный иммунитет деген ол сіздің балаңыз, менің балам, ана кісілердің балаларының бәрі салынса, 95% сонда коллективный иммунитетпен жаңадан туылған нәрестелер ауырмайды сонда. Сіздің балаңыз салмады, мен балам салмады, ана кісілердің салмады, бір адамға салынды. Қайдан коллективный иммунитет болады? Сондықтан қоғамда бізде қазір балалар көп ауырып кетті. Осы вакцина управляемый заболеваниями. 5 жаста кеш емес, ең бастысы сіз қазір салсаңыз да болады. Оны бірақ индивидуальный план вакцинация дейді, соны педиатрыңыз жасап береді. Ал сапасына келетін болсақ, бізде көп ата-аналар енді Қазақстанда екпе жаңағы прививкалардың сапасы өте төмен деп айтады. Сондықтан жағдай барлы шетелге барып қойып жатады. Өйткені біздегілер анандай елден алдырыпты, мындай елден келген екен. Ал шетелде, мысалы Түркияда, Корея дейді, Дубай, сол жаққа барып, енді мүмкіндігі кереметтер тіпті Америкаға барып салдырып жатады. Ол туралы көзқарасыңыз қалай? Негізі мынау көбісін қорқатын АКДС деген прививка бар. Ол айтып жатыр ғой, 2 айында, 3 айында, 4 айында салынады. Ол пентаксим, кексаксим, сол Европаныкі, біздікі. Европадан алып келінетін Бельгия, Францияның прививкалары. Біз сол жаққа барып салдыртып, пәленбай мың теңге салдырып келеміз. Бізде көркраснуха паротиттікі Индияныкі. Мәселен. Бірақ ол Индияның анау бірнеше слойын есептеген кезде төменгі слойда жасалмайды ғой ол. Ол кәдімгі завод, фабрикаларда жасалынады. Және де сол елдің прививкаларын Европада, Америкада алады. Себебі бізде пациенттер келеді, көп пациенттер шетелде тұрып кез келген неде. Оларда кәдімгі прививкаларының несін жапсырып береді, қарасаң тура біздікі дейді. Не айырмашылығы бар? Тек қана барып жолға ақша құртып келгенің, сол айырмашылығы бар. Және де маған шетелдегі ұнайтын, даже мынау Россиядағы ұнайтын нелер бар, бір-екі прививка бар. Ветеринария оспаның прививкасы бар. Бізде әлі көбі айтады, неге бізге соны әлі енгізген жоқ дейді. Айналайын, біздің қатар балында шалымен соны салып, одан кейін қалғандары келеді. Мәселен, ротавирустікі бар Россияда. Олар 6 апталыққа дейінгі бала туылды, в течение 6 недель салады прививканы. А бізде в течение 6 недель қай ата-ана бар прививка салады, 2 айындағысын әрең шақырып аламыз мысалы да, немесе барыңыз деп айтып жүреміз. Ол 6 апталыққа шейін салынады. Қай ата-ана барады? Ветеринардан қай ата-ана барады? Лучше переболеть дейді. Көп аурулар, сол айтып жатырмын, андай тропный нелерге вирусы бірнеше жылдан кейін бір қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Ал екпеге қалай дайындалу керек? Екпеге особенно бір дайындық керек емес. Негізі көбісі ойлайды. Енді бала кішкене ауырып тұрса, немесе үйде барлығы, мысалы 3 күн бұрын барлығы ауырып. Енді жазылдық деп ойлайды ғой. Негізі ол вирус қалады ғой организмде, ағзада. Сондықтан отбасы болып дайындалу керек пе, немесе тек баланы ғана дайындау керек пе? Қалай болу керек? Ең бірінші ата-ана дайын болу керек. Себебі психоэмоционалды жағдайда ана кез келген ауруды баласына шақыра алады. Егер ана психоэмоционалды түрде дайын болса, бала прививканы мұрны ақса да жөтелсе де салуға болады. Ең бастысы острый процесс дейді. Температура қызып тұрып, немесе бактериалды процесс, грипп сияқты аурулар болса, әрине ол острый процесстерде салуға болмайды. Ал мысалы остаточный процесстер болады. Мұрнан су ағып жатыр,
подкашливание болып жатыр, тісі шығып жатыр, бала ойнап секіріп жүр үйінде, еміп жатыр, барып салдыртуға болады. Бірақ біздің қоғамда страховка деген болады, дәрігерлер айтады, ауырып жатсың ғой, салмақ қой дейді. Себебі жауапкершілікті ата-аналар әдемілеп алып дәрігердің мойнына іліп қояды да, сен виноват боласың деп. Содан кейін қай дәрігер, менде өзім 4 балам бар, менде біреудің баласына жауап бергім келмейді. Бірақ пошагово түсіндіріп айтамын. Бала прививка салдыңыз ба, 2-3 күн үйде отырыңыз. Қоғамдық орынға бармаңыз, той томалаққа бармаңыз, есік алға шығуға болады. Және де үйде ешкім ауырмасын. Үйде біреу, мысалы 4-ші, 5-ші бала, үлкен бала садикке барады, мектепке барады, ешкім ауырмаған жөн деп айтамыз. Себебі наслоение болады. И сол кезде кім виноват? Опять же, прививка виноват, дәрігер виноват деп шыға келеміз. Сондықтан психоэмоционалды түрде тек қана анадан бөлек жанұя дайын болу керек. Екпеге. Түсінікті. Енді қараңыз, біз балабақша кезеңін өттік дейдік, бала сау, барлық екпелерін алды. Біз қазір ойша бір баланы өсіріп келе жатырмыз ғой. Балабақшадан өтті. Балабақшадан кейін мектеп алды кезең басталады. 5-6 жас. Мектеп алды кезең және бастауыш сынып, яғни бұл 5, 6, 7, 8 жас аралығы. До подросткового периода. Сондай бір 9 жасқа дейінгі период деп есептейік. Сол кезеңде баланың денсаулығына қалай көңіл бөлу керек? Мысалы, біз балабақшада жүргеннен кейін ол ауырады, неше түрлі вирустары болады. Одан кейін иммунитеті қатая бастағаннан кейін бала тіпті бәрі жақсы, мектепке кетті, болды, бітті деп жауапкершілікті шеше салады, өздерінен түсіре салады. Ал меніңше, енді ана ретінде дәл осы кезде көп көңіл бөлу керек сияқты, мамандарға көп жүгіну керек сияқты. Қандай мамандарға бару керек дәл осы уақытта? Дұрыс айтасыз. Бала туылып садикке бергеннен кейін бізде жауапкершілік желап уже беріп қоямыз да. Ары қарай дәрігерлерге апармаймыз. Өзі самотек дейді, өзімен өзі кетіп қалады. Негізі жылына бір рет сол педиатр маманына және де узкий специалистер дейді, ең басында бірінші тұрған стоматологтан бастаймыз. Және де ары невролог, ортопед бәріне көрінеміз. Ол жылына бір рет обязательно көріну керек. Және де менің ата-аналарға ұсынысым, ол тек қана тамақтандыру, киіндіруден бөлек ағзаны тексеру керек. Жылына 1-2 рет чекап өткізу керек. Чекап деген ол әрине басқа елдердегідей әлі мүмкіндік жоқ. Прям бала полностью кіріп тексерілетіндей. Бірақ хотя бы анализ тапсыру керек. Бала дұрыс жүріп жатыр ма, осанкасы дұрыс болып жатыр ма, жевательный дұрыс болып жатыр ма, тамақты дұрыс шайнай ма, түнгі ұйқысы тыныш па, бала жеңіл тыныш ұйықтап кетіп, түс қатты көрмей, шошымай, оянбай, сиіп қоймай, ұйықтай ма, соның бәрін қадағалау керек. Және де айтып жатырмын, чекап жылына 1-2 рет. Себебі бала дұрыс шайнамаған сайын бұл кезеңде Каспий бар ғой, бізде бәрімізде жібере саламыз да, бар керегіңді ал дейміз. Бала сыртқа шыққаннан кейін әр нәрсе жеп жүреді. Мамасы ойлайды, мен үйде жақсы тамақтандырдым. Бала сыртқа шыққаннан кейін әрине барлық нәрсе басталады. И сондай дұрыс емес тамақтану арқылы біздің ішкен жегеніміз бәрі сжигается, жойылып кетеді. Сол кезде балада дефицитарный состояние басталады. Біз көбіне балада қазір көздің көруінің нашарлығын көреміз. Астигматизм деп аталады, миопия, неше түрлісі бар ғой, қазір диагноздар, солар кетеді. Және де балаларда бұл кезде иммунитет қатая бастайды. Уже көптеген вирустарға қарсы тұру жақсарады. Бала жеңіл түрде өтеді. Бірақ бұл жерде психологиялық, психоэмоционалдық жағдай бар. Яғни бізден кіші балалар туыла бастайды, и он остается сам по себе. Өзімен өзі жүреді. Біз сол жағдайды қарауымыз керек. Тек қана ішкі құрылысын, тамақтануын қарағаннан бөлек біз психоэмоционал жағдайын қараймыз. Өзім бала бола отырып, балаң бола отырып, дос ретінде сөйлесеміз. Сабағын қалай, нативно дейді ғой, былай жайлап сөйлесіп, немесе баламен бірге жатып, телевизор көріп жатып, когда ребенок расслабленный, сол кезде сөйлесеміз. Сен мектебің қалай болып жатыр өзі, апайың ұнайды ма, сабағың қалай, қиын емес па, жайлап сөйлесіп отырып, баланың боль вытаскиваем, и сонымен ары қарай жұмыс істейміз. Бізде қазір қоғамда басқа ғой, ты должен, сен жақсы оқуың керек, сен миллиондар зарабатывать етуің керек, сен біздің папамыздың бетісін солай істеу керек. А баланың внутренний состояниесін біз қарамаймыз. Сондықтан оны тек қана жасайтын ата-ана. Психолог та емес, ол мұғалім емес. Мұғалім 40 баланың ортасынан какие-то проблемады білуі мүмкін, жайлап айтады.
но еститін де бар, естімейтін де бар. Оның барлығын қарап отыратын ана ғана. 100% ана. Айналып келгенде ата-ананың жауапкершілігі, иә. Достар, біздің жоба сіздерге ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал үздік пікір иесіне Арғымақ брендінен сыйлығымыз бар. Мектеп жасына келген кезде балалардың негізгі ата-аналардың міндеті психоэмоционал тұрғыдан олармен жұмыс жасау керек. Одан кейін енді қазір біз жайлап өтпелі кезеңге келе жатырмыз. Бірақ 9 бен 11 жас, 12 жас дейік, бұл орта буындағы жас, 5 мен 8 сынып арасындағы балалар. Дәл осы кезеңде өтпелі кезеңге дайындық жүреді ағзада. Гормондар жаңағы ояна бастайды дегенде, олар жұмыс жасай бастайды. Біздің елімізде дәл осы жастың аралығында 11 жаста қыздарға қазір папиллома вирусына қарсы ВПЧ дейді, сондай екпе басталды. Сіздің көзқарасыңыз, қазір барлығы ақпараттарды қарасаңыздар, немесе жаңағы әлеуметтік желілерде басқа жерлер шулап жатыр, біздің қыздарымыз кейін бедеу болып қалады, біздің қыздарымыздың қазақ ұлтын өлтіріп тастау үшін жасалып жатқан іс-әрекет деген сияқты сөздер бар. Меніңше енді бұл екпе мүлдем, оның қызметі мүлдем бөлек. Мені медицина қызметкер ретінде өзіңіздің көзқарасыңыз. Өтпелі кезеңге келетін болсақ, 9 жастан бастап бала өзінің мүшелерімен таныса бастайды, жыныс мүшелерімен таныса бастайды. Сол кезде қазір заман, доступ заманы ғой, интернет. Мынау не үшін деп балалар қазір содан ерте дамый бастайды. Яғни анау 15-20 жасқа келген кездегі білетін ақпаратты қазір балалар бізде ерте біледі. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл кезеңде қайталап айтам, ата-аналар тағы да самотекқа кетеді. Ештеңемен ешқайсының жұмыс жоқ, сам по себе өзімен өзі өмір сүріп жүре береді бала. Яғни қарын тоқ па, тамағын жедің ба, шайын іштің ба, сабағын оқыдың ба, қосымшаға бардың ба, вот аз ғана сөздік қормен жоқ болды, сондай жауап аламыз. Сондай кезең бізде. Қазіргі таңда балаларда суицид көбейді. Неліктен біз сөйлеспейміз, не выявляем боль. Взаимосвязи ата-ана мен баланың арасындағы байланыс ұзарды. Ол қоғам қазір соғанда келе жатыр, ол неге байланысты? Мүмкін әлеуметтік желіге де байланысты, мүмкін телефонға да байланысты, бірақ себеп көп қой. Бірақ біз сол байланысты тарту арқылы бір-бірімізбен қайтадан байланысқа түсеміз. Егер бұл шақта біз дұрыс алып шықсақ, ертең үлкен өмірде жеңіл өтеді. Бізде кері қарай алшақтана береміз, тек қана кейбір сұрақтарды қоямыз да, 5 сұрақ қоямыз күніне, болды, содан артық әңгіме жоқ. Сол процесстерді дұрыстауымыз керек. Және де қазіргі таңда екпеге келетін болсақ, қайталап айтам, көп аурулар бізде ерте жасарып жатыр. Оның бірі қазір миома матки, эндометриоз, яғни ол 40+, 50+ болатын аурулар бізде қазір жасарып кетті. Көптеген аурулардың, яғни рак шейки матки, бізде Қазақстанда өте көп. Маммология жақтан бізде рак өте көп. Сол ауруларын алу үшін по-женски сол прививкалар салынады. Что болашақта бұл балаларда болмау үшін, болғанның өзінде жеңіл өту үшін, без осложнений, без потери организмнің бір қандайда бір функциясы төмендемеу үшін, сол үшін салынады. Әрине бізде ұғым қайтардан қате түсінеді. Кез келген мемлекеттен түскен ақпарат біз бұрмалап аламыз, әдемілеп, өзімізге керек жағын бұрмалап аламыз да, нақты информацияны біз дұрыс қабылдамаймыз. Сондықтан бұндай дезинформацияны дұрыс қабылдау керек. Және де соцсеттерді сәл азырақ оқу керек. Керекті ақпарат керек па? Бар соның сайтына кір, керек жердің шығарған сайтын, соны ашып оқы. Және де солны профессорлар, мысалы, медицинада, соны кім қолдады? Олар неге қолдады? Қандай фактыларға жасап, исследованиялар қарап жасады. Ол бір адам ғана жасалмайды, ол исследование. Ол қанша жылдан бері келе жатыр. Біздің Қазақстан соңғылардың бірі десем де болады, сол прививканы қолдағанына. Себебі бізде поэтапно келе жатыр. Яғни бізде по-женски әйелдің денсаулығы қолға алынды деген сөз.
соны дұрыс түсіне білу керек, Иә. жалпы дұрыс бұрыс ақпаратты дұрыс зерттей білу керек, тани білу керек. Біз енді ол жағынан кішкене сауатымыз төмендеу ғой. Біз енді біз дегенім жалпы халық, енді ақпарат шығып жатқан кезде біз жеңіл желпі үстің жағын қараймыз да, астың жағын зерттей бермейміз, кейде біле бермейміз. Енді сіздер медицина қызметкерлері ретінде бұл туралы көбірек ақпарат айтуларыңыз керек, бұл туралы біз халыққа да көбірек жеткізуіміз керек, біздің тарапымыздан біз жеткізуіміз керекпіз. Түсінікті. Яғни қыз балалары сол кездерде жаңағы ВПЧ-ға қарсы екпені алады, ал ол балалар сол кезде жыныстық сауаттылықты өту керек, қыздарды өту керек, жалпы өтпелі кезеңге дайындалуымыз керек. Ал енді жас жеткіншек, жас бала, жас өспірім, бозбала мен бойжеткен болады. 11-12-ден бастап жаңағы 18 жасқа дейін сондай жаста меніңше біз ата-ана ретінде сол кезде балаларға мүлдем қарамай кетеміз. Өйткені бала өсті, өзінен кейінгі іні, қарындастары, жаңағы сіңілдеріне қарап өсіреді, ал ол бала өзін бірақ үлкен сезінеді. Сол кезде денсаулыққа қаншалықты мән беру керек? Жалпы ол адам ретінде, тұлға ретінде өсіп бітті ма, әлде өсу процесі әлі жүріп жатыр ма? Жүріп жатса қандай мамандарға бару керек? Қай жаңағы сәттеріне көңілді көбірек бөлу керек? Осы айтылған 10 жас пен 18 жастың ортасындағы кезең бізде көп выпадает дейді, көп қалып кетеді. Және де сіз айтып жатқаннан кейін 12-13-тен ары қарай мүлдем қалып кетеді. Все, у него өзінің өмірі, өзімен өзі жүреді дейді. Ал бұл ол болашақ ана болуға, болашақ әке болуға дайындалатын кезеңі. Яғни мен бағанағы айтқан жүктілікке дейінгі кезең, 2 жас қосылғанға дейінгі кезеңді қарауымыз керек. Мен сол сәтті солай түсінемін. Өзімде 2-16-та, 13-те сол екен солай қараймын. Мен сөйлесемін, айтамын, қалай жасау керек, қалай жасау керек, не үшін әр тағамда, және де сен оны дос ретінде көре отырып, балаң ретінде қатты ұстап отыру керек. Сөйлесемін, айтасың, және де одан бөлек жаңағыдай узкий специалистер обязательно өту керек. Ол бізде медицинада 17 жас 29 күнге дейін бізге педиатрларға іліп қойды. Ал 15 жас пен 18 жас ол мүлдем басқа ағза. Мүлдем басқа ағза. Олардың информация қабылдауы басқа, сені түсіну басқа. Футболкаңды ашшы, тыңдайын десең, ашпайды. Я имею право не открывать дейді. Оны мен білем, бірақ мен дәрігермін деп рұқсатын сұрай отырып қабылдайсың. Ал кейбір жағдайларда ата-аналар айтады, өзі бара берсін, менсіз өзі бара берсін дейді, или әжесімен. Жоқ, бұл жерде тек қана ана. Яғни ана, бала, байланыс, және де ана дәрігерге апара арқылы доверие болу керек. Яғни мынау сенің дәрігерің дәл қазір жарты сағат, 1 сағат сен тексереді, ты доверься ему. Солай біз жасауымыз керек. Бізде қоғам жабық, бала жабық, ата-ана өзара сөйлеспейді, қайдан бізде байланыс болады. Недоверие осы жерде кетеді, басталады. Яғни біз жылына бір рет узкий специалистерді өтуіміз керек. То же самое өзіміз үшін. Бұл жерде обязательно психотерапевт қосылса мүлдем жақсы. Невролог емес, уже невролог бұл жерде қатты қажеттілігі жоқ, психотерапевт. Көбісі ойлайды, психотерапевтке псих ретінде барам деп. Ондай емес. Қазір шетелде, Европа, Америка елдерінде кез келген адамның қасына психотерапевт жүреді. Тура солай біздің қоғамда соған келеміз. Психотерапевт деген ол сенің сөйлесе алмайтын, айта алмайтын жағдайларыңды, мысалы жанұядағы, оны сол кісімен әңгімелесіп сенің ауруларыңды, ішкі жан дүниеңді шығарып беріп, сені түзу жолға салып беретін адам. Алдыңғы бағдарламамызда бізде Ғалияш ханым осы туралы айтқан, әр бала психотерапевтке барып көріну керек, өйткені бұл оның тұлға ретінде дамуының және өзінің өмірін жоспарлауының басты кезеңі деп. Меніңше психотерапевтке бару туралы біз көп ойланбаймыз да. Мүлдем жоқ бізде. Мүлдем жоқ. Бізде ондай мәдениет жоқ дейік, себебі ойлайды, мен псих емеспін ғой дейді. Болды. Оның арғы жағында не тұрғанын ол түсінбейді. Неліктен көп балаларда депрессия? Неліктен послеродовой депрессия көп бізде? Соның барлығын біз міне
сенде осындай маман бар, бізде маман бар, біз осы кісімен осылай жұмыс жасаймыз деп анасы жастайынан апарып сөйлестіріп көрсетіп доверие туғызса, бізде бұндай нәрсе көп болмайды. Суицид та болмайды, әйелде де проблема болмайды. И өзіңнің границаңды үйретеді. Яғни қайтадан бұрмаланып кетіп, бізде кетіп қалдық қой. Яғни жылына бір рет бәрібір терапевт немесе педиатр маманына көрінеді, және де жылына бір рет узкий специалисттер. Ол кім? Психотерапевттен бастасақ тіптен жақсы болар еді. Гинеколог обязательно, ер балаларға уролог обязательно, эндокринолог, солай уже кете береді бізде. Ең бастысы ауруды алдын алу, скрининг жасау. Яғни 18 жастан кейін ары қарай семья құрып жатса, уже ағза дайын болар еді. Түсінікті. Енді қараңыз Ғалияш ханым, біз екеуміз қазір бір баланы өсірдік. 18 жасқа, кәмелет жасқа дейін алып келдік, қандай мамандарға бару керек екенін түсіндік. Бірақ жаңа айтып отқан әңгімелеріңіздің арасында телефонды көп беріп қояды деп айттыңыз. Сол туралы көбірек сөйлессек. Енді ол біздің 21-ші ғасырдың індеті ғой. Біз барлық бала жаңағы бесікте жатып телефонды көріп жататын балаларды енді тиктоктан әр жерден желілерден көріп жүрміз. Немесе бала жүріп кетіп бара жатыр, көшеге шықсаңыз қазір кетіп бара жатып бүйтіп телефонмен кетіп бара жатқан балалар бар. Жан-жағында не болып жатқанын байқамайтын балалар бар. Енді өзім ана ретінде мен телефонмен осындай планшетті қай уақытта беретінімді айтайын. Мен кейде ұзақ самолетта ұшып жатқан кезде, ұшақта ұзақ ұшып жатсақ, сол кезде беремін. Кейде арасында олар сұрауы мүмкін, мама ойнайын, мен немесе тілді үйренеді, қазір онлайн сабақтар да көп қой. Сол кезде жарайды жақсы деп беремін да, жарты сағат ана ретінде не қойып қойғам, тексерісті. Жарты сағаттан кейін уақыттар бітеді де өшіп қалады. Енді олар қолдана алмайды дегендей. Ал таңертеңнен кешке дейін көп балалы аналар сол телефон олардың көмекшісі ғой. Олар телефонды беріп қояды. Ол бала тып-тыныш отырғаннан кейін сол кезде ана жүгіріп тамақты жасап үлгереді, үйді жинап үлгереді. Немесе бала мазасызданып жылай берсе, ол бала кішкене басылады ғой жылағаны. Көшеде өздерін ұстай алмайтын кішкентай балалар бар дегендей. Енді ол аналар қайтеді. Ол ата-аналар не істейді? Бізде қайталап айтамын, ответственность біреуге бере салу керек та. Біз телефонға үле саламыз, жауапкершілік. Мен тірлік істеп алайын, тамағым істеп алайын, үй жинап алайын, бала телефон көре тұрсын. Содан басталады барлық нәрсе. Оны баланы өзімде 4 бала өсіріп отырмын ғой. Мен неге үлгерем, неге ол үлгеремейді? Неге ода последняя инстанция это телефон болу керек? Жоқ. Телефон ол анда-санда бір болады. Өзімде берем. Телефон емес, мен телевизор қосып берем. Өздері бір жарты сағат 40 минут кейде көреді. Болды. Ары қарай уже болды, өшіріп тастайды. Бізде қоғамда ата-аналардың түсінігі кішкене дұрыс емес. Біз баланың бала это не вселенная. Бала үшін ана вселенная. Біз көрсетуіміз керек. Біз үйде главный екеніміз көрсетуіміз керек. Бала емес. Сен мені тыңдайсың, мен саған керек уақытында телефоныңды берем. Сен, мәселен, сабақ оқы, немесе теледидар көр, басқа тірліктерінен кейін беремін. Бірақ ол телефон, планшет ол бізде основной болмау керек. Тамағыңды істе, бірге істе. Мен қазір пышақтар бар, балаларға қолдануға болатын, бірақ кәдімгі нанды да майды да кеседі, бірақ қолың шерін кесіп бермейді. Мен беріп қоям. Мен сәбіз турап атам ба, қасына беріп қоям. Сәбіз тура, бірге тура. Мен күріш жуып жатам ба, күрішті алып басқа нәрселермен араластырам да, екеуін бөліп отыр. Түсінесіз ба? Ол сенсорика, это уже монтессори. Мен ана уақытым жоқ, оны телевизор қосып қойып басқа істеп отыр. Мен бірге істеймін. Совместная работа. Үй жинап жатам ба, швабра, пылесостан несін қосып қоям, бірақ ана несін не алмаймыз, минимально қосамыз да, максимально. Ол да жұмыс жасайды. Ол да жинап жүреді. 2 жасар бала да істейді, 4 жасар да істейді, 13 жасар да жасайды, 16 жасар да жасайды. Барлығымыз бірдей. Тряпканы мен сүртіп жатырмын ба? Бір тряпканы алып жуып берме. Сен айнаны жу. Бәріне тірлік бөліп берем. Яғни мен жұмыс жасап жатқанда олар да жасайды. Сен үйде отыра тұр, сен телефон көре тұр, демала тұр, мен істеп алайын деген болмау керек. Түсінікті ғой? Совместная работа. Бала где-то 2 жастан бастап анаға көмектесуге тырысады. Ол да бірдеңке істегісі келіп жүреді. Біз сол кезде істейміз. Уақытым жоқ. Мен тез істеймін де демалам деймін. Ол дұрыс емес.
сен де жуасың ба, мә бірге істейміз. Сіз носки жуып жатырсыз ба, мә бір нәрсе беріп қойыңыз, өзінің бір носкиін сабын беріп қойыңыз, бірге жуыңыз. Үйретеміз. Себебі балада 2 жас пен 5 жастың ортасында мен де мама сен сияқты істей аламын деген нәрселер көрсетеді. Соны біз бас тастаймыз. Наоборот, поощряйте. Я былай жуамыз. Немесе аяқты былай жуамыз деп. Ыдысты былай көрсетеміз. Совместная работа. Я ұзақ болады, шаршаймыз. Бірақ балаға да жақсы. Бірге уақыт өткізіңіз, өзіңізде сауатты уақыт өткізіңіз. Солай жасау керек. Менің өз ойым солай. Мен дәл солай үйде де жасаймын, және аналарға соны айтамын. Бұл планшет, телефон, ол бізде даже балаларға бөлек әперіп қояды. Менікіне жапса бермесінші деп. Ол дұрыс емес. Мүлдем дұрыс емес. Гаджеттен гөрі телевизор 15-20 минут жарты сағат, себебі ол тек қана телефонда былай қарайды ғой. Неде телевизорда жан-жақты бақылай алады. Яғни басқа өмір бар екенін де сезіне алады. Мынада ол бөлек әлем. Сондықтан көп жағдайларда мамасы деп шақырған кезде баланы таппай қалады. Он не слышит меня дейді. Потому что у него вся жизнь там. Он и ойымен де сонда, көзімен де сонда. Ол тыңдамайды. А телевизорда сәл бөлек. Шақырсаңыз келеді. Ау деп айта алады. Себебі ол жан-жақты абстракты түрде көре алады, сезіне алады. Сондықтан екі бөлек дүние. Түсінікті. Яғни балаға телефонда мысалы бізде қазір жағдайым жақсарып келе жатыр, әр балама бір телефон сатып алдық деп біз қуанамыз, мақтанамыз, немесе балам мына телефонды алғысы келген еді, соған кредит алып жүріп, балам алып бердім деп біз сондай неше түрлі әлеуметтік желілер көріп жатырық, видеолар көріп жатырық. Жалпы өзінде мысалы 11 жасар балам бар, ол қалада өзі жүреді, анда-мында ода тугис болсын дегендей, басқа да болсын деп алып беріп қойғам. Бірақ соңғы кездері телефонда өте көп отыратын бақылап, ол енді родительский контроль бар ғой, ата-аналардың несін қарай алам. Сондықтан алып барлық ойын сауық приложениелер дейді ғой, жүктемелердің бәрін өшіріп тастадым. Солсыз өмір сүресің деп, бұл сен үшін тек хабарласатын құрал болу керек деп. Енді көреміз қалай болатын. Қазір әлі кішкене сондай 11 жаста болғаннан кейін жыны кеп маған ренжіп жүр, түсінбей неге үйттің деп. Мен сол жерде жұмыс жасап жүріп байқамай өткізіп жүрген кезеңім бар екен. Сол кезеңді енді дұрыстап алудың әрекетін жасап жатырмын. Жақсы. Ал енді сіз енді Ғалияш ханым жалпы интегративті педиатрсыз, жан-жақты балаға қарау керек деп айтып түсіндіріп жатсыз. Және сіздің парақшаңызда мен антибиотиксіз емдеймін деген сөздерді көрдім. Осы тұрғыдан неге көп дәрігерлер антибиотик жазып беруге құмар? Жалпы ата-аналардың өздері де балам 3 күн болды ауырып жатқанына антибиотик беріңіздерші деп рецептсізде дәріханаларға келіп солай жалым сұрап тұрғандарын өзім естігем, көргенмін. Немесе бір сатып алса, сол бір антибиотикпен барлық баласын емдей салатын аталарды көргенмін. Антибиотикке сіз неге қарсысыз? Жалпы өзіңіздің осы туралы ойыңызды тарқатып айтсаңыз. Негізі кезінде Флеминг антибиотик шығарған кезде ол бұндай массовый қолданатын білген жоқ. Точно қабылдау керек. Мәселен, бактериалды процесс ба? Сол кезде ғана 100% ағзаға түскен антибиотик 100% емдеп шығарады. Ал вирусты процесстерде баланс ертерек садикке жіберу керек, надоел. Сондай болады мамалар. Ертерек жөтелінен құтылсам екен деп антибиотик. Ол вирусты ма, бактериалды ма, бәрібір жаса айтқанда кез келген антибиотик бере салады. Ол дұрыс емес. Ағзада егер бактериалды процесс болмай, вирусты жай процесс болса, ол ағзаны улай береді. Улаған сайын, өзіңіз таңертең бағана айтқандай, иммунитет әрине түспейді, бізде иммунитет жоғарылап түспейді. Бірақ бізде 80% иммунды жүйе бізде ішекте болады. Антибиотик ішкен кезде 80%-ның біразын жойып жібереді жақсы микробтарды. Сөйтеді, соның орнына нашар микробтар өзі пайдалы бастайды. Сөйтеді, балада ертең тері аурулар пайдалы бастайды, бала жиі ауыра бастайды, ертеңсе бір айдан кейін қайтардан ауыра бастайды. Ата-ана не істейді? Қайтардан тура сол антибиотикті береді.
Сондай этаптан бірнеше антибиотик қабылдап келген ата-аналарға түсіндіреміз. Бізде клиникада 10-нан аса педиатр бар. Барлығымыздың ойымыз бір. Дұрыс түсіндіру, ата-анамен дұрыс жұмыс жасау. Яғни біз профилактиканы түсіндіруіміз керек. Жаңа бағана таңертең айтқан су ішу, дұрыс тамақтану, режим барлығын дұрыстап не алсақ, бала онда жиі ауырмайды. Чекаптарын өткізіп отырса. Әрине, қоғамда бізде массовый бір грипп болса, мәселен, с осложнением болады. Ол жақында вирус болып жатса, вирус болып жатса, который с осложнением идет на бактериальный процесс. Қазіргі вот бір айдың көлемінде, қазір подростықтың ортасында сондай процесс бар, үлкендердің ортасында. Как будто вирусный процесс, бірақ бактериалдымен уже араласа бастайды. Ол кезде 100% антибиотик керек, себебі бактериалды процесс. А бізде өзіңіз айтқанда аптекаға барады, қарайды, не берсем екен, антибиотик бере салыңызшы. Шетелдегідей бізде рецептпен беру керек антибиотик. Ол иммунитетті өлтіреді, ол ағзаны өлтіреді. Жалпы ана ол бактериалды процесс па, вирусты процесс па, оны біле бермейді ғой, оны маман ғана біледі. Оны тек қана дәрігер алдыңызда келген кезде біз көп сұрақ қоямыз. Қалай ауырды, неге ауырды, не үшін ауырды, қалай басталды, жөтелі қалай, мәселенде баланы тексересіздер. Полностью тексерген екен айтамыз. Сіздерде вирусты не бактериалды. Кейде болады дилемма, қайсы, себебі ол машина емес қой, ол бір зат емес қой, баланың ағзасы. Қазір келді, баланы тыңдадық, вирусты процесс. Бала 2 сағаттан кейін бактериалдыға ауысуы мүмкін. Немесе екеуі бірге жүруі мүмкін, екеуі бірге. Сол кезде біз айтамыз, бір 2-3 анализ бар, соны тапсырып, ертең алып келіңіз. Соған қараймыз, 100% уже жоқ деп айта аламыз. Кейде біз сразу айта аламыз, бұл бактериалды 100% ішесіздер, жоқ, бұл вирусты, бұл тек қана су ішу, қыдыру, таза ауа жұту, дұрыс тамақтану арқылы жеңілденіп, балада жеңіл өтеді деп айтамыз. Яғни бәрібір соңында маманға жүгінеміз. Және де көп халық осы жерде сіз бағана айтып кеттіңіз, интегративті деп. Интегративті деген ол алдын алу дәрігер. Яғни ол километр батпен емес, ол алдын алу, осыларды түсіндіру арқылы емдейтін дәрігер. Түсінікті. Жаңа сіз айтқандай, біз өзіміз жаңа айтып өттік қой, кейбір ата-аналар өздерімен өздері балаларын емдеп жатады деп. Жалпы өз-өздеріне диагноз қоятын, балаларына диагноз қоятын ипохондрик ата-аналар болады, меніңше балам осылай ауырып жатыр, мен Гуглдан қарап алдым деп. Одан кейін соны емдей бастайды. Ондай ата-аналарға кеңесіңіз бар ма? Бағанада айтып кеткендей, ананың ойы баланы ғарышқа да апарады, онкологияға да апарады. Ана қаншалықты дұрыс ойласа, бала әрине алға қарай дені сау болып жылжи береді. Егер бала мұрнан су ақты ма, осы ертең пневмония балада-ау деп отыратын мамалар болады. Біз уже шақырып алдық ауруды. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан сөйтеді балада. Дәрігерге барып айтады. Осымен ана жол мұрнынан су ақты да, 3 күннен кейін пневмония болды. Сіз маған қазір антибиотик жазып беріңіз деп айтатын ата-аналар болады. Ол ана уже ауруды шақырды. Яғни ол ауру әлі келген жоқ, бірақ мысленно мы уже пригласили. Все, ол балада естественно болады процесс. Сондықтан көп ата-анаға айтатыным, ақылым, кеңесім, Гуглды, интернетті азырақ оқыңыз. Себебі кез келген нәрсені диагностика жасайтын ол тек қана дәрігер маманы. Ол Google емес. Googleға бір сөзді жазсаң, ол әр түрлі сізге нелерін береді, жауабын береді. Соны жауабын сіз әр жерден түсіндіре алмайсыз, ол қайсы екен білмейсіз. Соны түсіндіріп беретін, сізге егжей-тегжей айтып беретін, по полочкам дейді, түсіндіріп, жоқ, бар, керек емес деп айтатын, тек қана ол дәрігер маманы. Ал дәстүрден тыс медицинаға жүгінетін ата-аналар ше, мысалы бала сынып қалса, бір жері қолы аяғы шығып кетсе, сынықшыға апарады, немесе енді олар көп қой дәстүрден түсті, жаңағы ине шаншу, ароматерапия, сөйтіп емдейтін, немесе шөптерді беріп, өстіп емдеймін баламды, өйткені біздің ата-бабаларымыз бұрыннан өстіп емдеген деп айтып жатады. Бұл тұрғыдан бұл медицинамен қатар жүру керек па? Әлде дәстүрден тыс медицинаға
мүлдем сіздің ойыңызша бұл мүлдем бұлай жасауға болмай ма? Мәселен қазақтың нәрселерімен болады айтуға. Мысалы балам ауырып жатыр деп қойдың майын жағып қояды. Қойдың майын жағып қояды. Кеше ғана болды сол әңгіме. Бала ауырды ма, қойдың майын, кез келген майын іше беріңіздер. Бірақ баланың денесіне жауға болмайды. Себебі бала терімен демалады. Жағам десеңіз, табанына жаға беріңіз. Икроножный мышцы дейді, балтырына жаға беріңіз. Бірақ кеуде қуысына жауға болмайды. Мүлдем болмайды. Себебі балаларда одышка пайда бола бастайды. Термен демалады бала. Ол бір мәселе. Екінші, тағы да бізде қазір бар, батыс жақ көбіне жасайды. Балада сөйлемей жатса, алып қойдың ішегімен ба, бірдеңемен ба қылқындырып жатады. Жақында көрдім оны. Ол ішекпен баланың денсаулығы, екі түрлі нәрсе. Ол мүмкін басқа себептерін іздеп көрерміз. Енді ол ырым деп жасап жатқан шығар. Ырымның да ырымы болады ау. Ол қандай ырымға сәйкес келеді, өзім білмеймін. Өзімде ұстанатын нәрселерім бар, бірақ ол емес. Тағы да не, ароматерапия, ол мәселе не айтасыз? Қазіргі таңда көптеген жаңағы әртүрлі иістермен емдеу болады. Иә. Ол нерв жүйесі арқылы емдеу. Ол ешқандай неге традиционный медицина келмейді. Ол қазір жаңашылдық. Ол қосымша ретінде болады. Но это не основное. Шөп дәрілер. Ол шөп дәрілер емдейтін де бар, емдемейтін де бар. Сондықтан балаларға шөптің қажеттілігі жоқ. Балаларда аллергия, бейімділік жақын болып тұрады. Немесе өз қолыңызбен аллергия алып келесіз, немесе баланың денсаулығы. Сондықтан даже біз қазіргі таңда айтатынымыз, баланы шөппен шомылдырудың қажеті жоқ. Баяғыда чередамен, ромашкамен шомылдыру мүлдем керек емес. Себебі өзіңіз шағын баланы аллергия алып келесіз. Керек емес. Ал балаларға жаңағы педиатрлар жазбаса да массажистарға алып барады, шақыртады дегенде үйге қайта. Бұл да енді дәстүрден тыс медицинаға есептелінеді ғой. Бұл дұрыс па? Жалпы балаға қайта массажист шақырту? Салыстырмалы түрде айтайын. Бір кейс дейді, бір жағдай. 10 айлық бала келді. Өз алдына анасы ма, білмеймін кім екен, 4 курс массаж алған. Бірақ бала 10 айда әлі отырмайды, не встает четвереньках, сондайда моторлы даму тежелген. Себебін мамасына тауып бердім. Мынандай себептерден. Қазір бала 1 жас 3 ай, он сходит, на жағалап жүреді. Жібереді. Себебін табу керек. Жайдан жай массажға керек емес барудың. Массаждың өзінің нелер болады, показаниялар болады. Бірақ бізде қазақ қоғамда солай ғой. Дәрігер айтпаса да массажға бара береміз. Ол мүлдем дұрыс емес. Оның керек жағы да болады, керек емес жағы да болады. И тағы да бір несі, бала 4-5 айға шейін физиологиялық түрде гипертонуста болады. Аяқ қолына тартылып тұрады. Представьте, енді сол баланы аяқ қолын тартқылап массаж жасайды. Әрине балаға ол ыңғайсыз, жылайды, бақырады, стресс. Одан кейін ата-аналар айтады, 2 курс массаж алдық, бірақ бала сонша жылады. Себебі біз физиологиялық түрде оның дамуына тежедік. Оны біз күштеп тұрып, оны жасадық. Ол дұрыс емес. Отстаньте от ребенка деп айтатым, сондықтан. Бала өзі жайлап дамиды. Немесе ЛФК деп айтам. Үй жағдайында ЛФК. Шомылдырдыңыз, уже мышцы расслаблены. Уже барлығы не алған, тонустары төмендейді. Сол кезде өзің жайлап массаж жасайсыз. Непрофессиональный массаж. Солай жасайсыз, одан кейін жайлап баланы ұйықтатасыз. Мысалы, шомылдырғаннан кейін. Болды, бала әдемі болып ұйықтайды. Артық онда ем-дом керек емес. Массажсыз да ата-бабаларымыз да өскен, біз де потихонечку сонымен өсеміз. Бірақ біз неміз ғой, хотим балағанда қатты жасап жібергіміз келеді. Көмектескіміз кеп тұрады. Мүмкін басқа жақтан көмектесеріміз, сол жағын ойлану керек. Түсінікті. Ал енді сіз жаңа айттыңыз, дәрумендер беру керек деген сияқты, жалпы осы дәрумендер меніңше бір кәдімгі енді жаңадан келген, біздің елімізге жаңадан келген мәдениет қой, барлығы қазір бала да, ата-ана да барлығы дәрумендер ішіп жүреді, баттар дейді, тамаққа қосымша қоспалар, активті қоспалар қосады. Соның барлығы жай тренд па, әлде шынымен дәрумендер жұмыс жасай ма? Немесе
ошол дәрумендерни кабылдай билүүдүн маданиети кандай болуу керек? Биз мисалы мына жерим ооруптур, мен барып қазір темір ішуім керекпін, витаминді ішуім керекпін, омега ішуім керекпін деп барып өздігінен аптекадан жаңағы дәріхананы сатып аламыз. Немесе анализ тапсырамыз да, ол анализді талдамай жатып барып сатып аламыз. Бұл дұрыс па, дұрыс емес пе? Әлде кейбір педиатрлар, ескінің көзімен жұмыс жасап жүрген педиатрлар, жас үлкендер айтады, балаңызда мындай процесстер жүріп жатыр екен, сонда жас ана, онда мындай дәрумен беру керек па десе, жоқ, керек емес. Біз сөйтіп өзіміз өскенбіз, ештеңе етпейді, басқалар да өсе береді дейді. Түрлі көзқарас бар қоғамда осы дәрумендерге қатысты. Сіз енді маман ретінде өзіңіз қалай ойлайсыз? Бізде медицинада және де кез келген нелерде, сферада адам әр жерден оқиды білімді. Бізде медицинада тура солай. Мәселен, мен алып іздес немесе басқа да бір шетелдің нелерін, доступтарын сатып алып оқу мүмкін. Зерттеулерін оқисыз, иә? Келесі бір дәрігер оны оқымай, ол мектепте, университеттегі біліммен қалуы мүмкін. Әркім әртүрлі. Бірақ медицина ол кешегі емес. Бізде 1 сағат бұрында жаңашылдық шығады. Кешеде шықты. Әрдайым даму үстінде. Оның бәрін даму үстінде болған нәрсені оқып отырсақ, бізде көзқарас дәрігерлерде өзгереді. Бізде мәселен бад заманы қай кезеңнен бум болды? Ковид кезеңінен шығар. Бір соңғы 10 жыл дей берейік. Соңғы 10 жыл деп айтайық, бірақ ковид кезеңде одан бетер күшейіп кетті. Әдемілеп бір адамдар бастады ішуді. Бад деген ол қосымша болу керек. Это не основное, қосымша. Мәселен, бағана айтып кеткендей, бізде күнделікті салат жейміз, тамақ жейміз, оның құнарлығын бәрі уже кітапта жазылып тұр. Бір огурцыда қанша бізде энергетическая ценность, мысалда қандай дәрумендері бар, минералдар бар ішінде. Бәрі жазылған. Бірақ ол жылдан жылға огурцыдың құрамы өзгереді. Себебі ол қалай өсіріліп жатыр, қандай құрамына пестицидтар қосылды, транспортировка қалай, соның барлығын есептеген кезде құндылығы жылдан жылға түсіп келе жатыр. Сондықтан қосымша ретінде ішуге болады, бірақ основное это питание, тағам болу керек. Мынау бад емес. Егер сіз чекап немесе қандай да бір анализ тапсырдыңыз, сол кезде дәрігер талдап, мынау жетпейді дейді, соны ішсеңіз болады. Түсінікті ғой? Өз алдына талдап немесе артық дәрілер беру, ол ағзаның бауырды отырғызады. Бауырдың басқа да ауруларын алып келеді. Все. Профилактика ретінде бере берейін деп алдын ала бере беретін ата-аналар да бар ғой. Мысалы, витаминдіні бере береді. Витамин Д ол бізде берілу керек. Мәселе шетелде бала туылған күннен бастап беріледі. Біздегі Қазақстан протоколы бойынша бала 1 айға толғаннан бастап беріледі витамин Д. Витамин Д өзінің 1 жасқа шейін, 2 жасқа шейін дозалар бар, профилактикалық дозалар бар, жазылып қойған. Соны біз береміз. Және де бала 5-6 айында, 1 жасына, 10 жасына тапсырған кезде дефицит болса, уже лечебная доза тағайындалады. Бірақ үлкен доза емес. Түсінікті ғой, өзінің арнайы дозалары. Бірақ ол дозалары, лечебная доза ішерде жазылмаған. Мәселен, ол менің практикамда. Ол 10 жасар балаға мен 5000 тағайындау мүмкін. 5000 международных единиц, егер ода дефицит болса. Определенный уақытқа тағайындаймын. Определенный уақыттан кейін оны тағы да тексереміз. Жақсы болса, қайтардан түсіреміз. Солай отырады. Железо строго по показаниям. Жайдан жай ішуге болмайды. Мүлдем болмайды. Себебі ол артық қылам деп тыртық организмде өзінің нелері сақталып қалады. Ол басқа ауруларға алып келеді. Түсінікті ғой. Сондықтан менің бадқа қарсылығым жоқ. Егер ол орынды ішілсе, орынды тағайындалса, баланың жасына сәйкес берілсе, качествосында қарау керек. Артық, кейде бас көз жоқ. Ана бір инстаграмада біреу сатып жатыр ғой, или там біреу мақтады ғой деп алып болмашыны ішудің қажеттілігі жоқ. Артық қылам деп тыртық қылудың қажеті жоқ. Себебі ағза оның барлығын фильтровать етіп үлгермейді. Себебі бізде тамақтану дұрыс емес. Мүлдем. Ең бастысы осы тамақтанумен далаға шығу, далада қыдыруды дұрыстап алу керек, режимді. Режим. Бала, мәселен,
көршіңіз кейде болады чаттарда, сосед такой, баланы тыныштандырып түнгі 1-2-де жазып атады, оны сен таңертең оқисың. Айтам, сонда түнгі 1-2 шейін бала не істеп жүр екен деп ойлаймын. Оның ата-анасы қайда екен? Режим болмаса, сіздің ішкен жегеніңіз барлығы өртеніп кетеді, себебі кортизол гормон балаларда, үлкендерде определенный уақыттарда бөліне бастайды. Сол гормон бөлінсе, сіз болды, үлкендер алады да холодильникті 10 рет ашады. Жейтін тамақ бар ма деп, балалар бастайды, құтыра бастайды. Бала, ұйықта десең, секіргіш болады, ойнағыш болады, біреу кітап оқыш болып кетеді. Сол жағдай. Су ішем, су ішем, бірдеңе жеймін. Значит, у него уже гормондар уже бөліне бастайды. Кортизол гормон, стресс гормон. Бәрін жойып жібереді. Сөйтеді да бала не істейді, құтыра бастайды. И бала қайдан ұйықтайды? Таңертең түске шейін ұйықтайды, и вся жизнь вот так начинается. Сондықтан режим, питание, прогулка и чекапы обязательно. Сонымен біз дұрыс келсек, бала жиі ауырмайды, бала дұрыс өсиет, бала сабақ берген біліміңді қабылдайды, және де бұл жерде тағы да бір үлкен мәселе ата-ананың махаббаты. Махаббатсыз ешқайда бармаймыз, сондықтан сон барлық совокупно болса, бізде бала дені сау болады. Бірақ қайталап айтам, көп махаббаты это не деньгами, это отношения. Бір-бірінің қарым-қатынасы. Сол арқылы болады бізде. Балаға 10 теңгені беріп қойып, өзің өміріңді жасай бер, керегін жей бер деген ол бала дұрыс болмайды бізде. Сіз айтқан сөздердің ішіне маған өте қатты ұнағаны тоғытері, біз қазір енді сондай қоғамдамыз ғой, яжмат деген сияқты мен білем деп, бірақ сөйтіп жүреді да ата-аналар бүкіл жауапкершілікті өздеріне алып тастады. Мұғалімдерге, ұстаздарға, жаттықтырушыға немесе сіз айтқандай дәрігерлерге іліп қояды. Сіз жауапкершілік сізге жүктеймін деп. Сонымен қатар жауапкершілікті гаджеттерге, баланың өзіне іліп қояды. Сен өзің жасауың керексің деп. Бірақ айналып келгенде барлығын реттейтін ата-ана. Ата-ана өзі қарау керек. Және тым баланы қатты жақсы көріп, балам өзі осылай солай шешті, өйткені ол телефонда отырғысы келіп жатыр, осыны жегісі келіп жатыр, даю ему право выбора деп балаға сөйтіп қояды да, ал айналып келгенде бұл баланың өзіне қарсы екенін онша түсіне бермейміз. Сөзіңіздің тоқетері маған ұнады. Байланыс ата-анамен болу керек, және әкенің махаббаты болу керек. Түсінікті. Енді біздің дәстүр бойынша жалпы аллергия қазір 2-ның 1-інде бар, барлық балада. Бұрында біз өзіміз өскен кезімізде аллергия деген не екенін мүлдем білмей өстік. Бұған себеп не? Ол да себебі жоқ, бірақ мен қайталап айтам, ол иммунды жүйе. Ішекті дұрыстау керек. Ішекті дұрыстайтын тағамтану. Қазір адамдардың айтатыны ішетіндерін өзіңіз көресіздер көшелерде. Балалардікінде айтпақ қояйын. Кішкентайынан бастап біз дұрыс емес тамақтарында фастфудтан бөлек тәтті сусындар, газдалған, газдалмаған сусындардың өзі қандай үлкен рөл атқарады. Мәселен, көп ата-аналар приемға келгенде, біз әшейін бір чайдың аттарын айтпақ қояйын, сонда аламыз дейді. Мен айттым, ол қант құрамындағы сіздің күнделікті нормадан артық іштіңіз. Ол қант ағзадағы бүкіл микро-макроэлементтерді жуып шайды. Яғни біз баланы болашақта тіс, шаш, тырнақ, остеопороз ауруларын алып келдік. Понимаете, да? Күніге сондай болмайды. Су ішіп, тәтті шайлар ішіп. Нәрселер. Бірінші питаниен қараймыз. Қанша негізі это не доказатель медицина, бірақ айтып кетейін, аллергия бейім адамдар болса, ұнды тағамдарды азайту керек. Глютен. И сахаросодержащие продукты. Тәтті шай, тәтті су. Все барлық нәрсенің алып тастап, қараса, рационында белок, жыр деген қаймақ қас көп жемейді балалар, май жемейді, ата-аналардың өздері құйрық май жемейді, іш майлар жемейді, қазы қарта жемейді. Ол да тыныс алу жолдарының алдын алады аурулар. Потому что өкпе 60%, ми 50% неге майдан тұрады. Олардың жұмысын жақсартатын май бізде, а біз оны күнделікті өмірде жемейміз. Тағы да не? Клетчатка деген жаңағы салаттарымыз. Жоқ. Не жейміз? Огурцы, помидор. Ары қарай жоқ.
Сондықтан чем больше рационды дұрыстаймыз, в течение бірнеше жылдың көлемінде аллергия басылады. Болды. Түсінікті. Ғалия ханым, уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Менің көп сұрағыма жауап таптым. Жалпы көрермендерде өздерінің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап тапты деген үміттемін. Менің сізге кішігірім сыйлығым бар. Қазақстандық арғымақ брендінен осылай сізге кіші аз да болса көп көріңіз. Жалпы мен ойымша сіз көп балалы ана ретінде, енді педиатр ретінде сіз жан жақты бұл біздің сұрақтарға жауап бердіңіз деген үміттемін. Ал көрермен, егер сізге бүгінгі сұхбат ұнаса, өз пікірлеріңізбен бөлісіп, келесіде қандай қонақ күтетініңізді жазып кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.